Балалар, балмұздақ жейміз. Барыс, Шымыр. Көркем апай, тағы балмұздақ болады ма? Кешір, Барыс. Балмұздақ көп жесең тамағың ауырып қалады. Барыс, не болды? Балмұздақ жегім кеп тұр. Ха, балмұздақ қайда екенін мен білем, бірақ саған айтпайым. Рас па? Маған да алып берші. Алып бер. Болды, Барыс, алып берем. Тек жылама. Мен балмұздақ алу жоспарын құрдым. Бәрі жақсы өту үшін менің бұйрықтарымды тыңдауың керек. Бірінші, ас бөлмесіне көрінбей кіріп кетуіміз керек. Екінші, Көркем апайдың ас бөлмеден шыққанын күте тұрамыз. Үшінші, жіппен дыбыссыз түтеміз. Бәрі мен жоспарлағандай өтті. Барыс, Ерке, не істеп жатсыңдар? Балаларға ас үйге кіруге болмайды. Ол жақта кесіп кететін өткір заттар бар. Байқамай жарақат алып қалуларың мүмкін. Барыс, менде бір ой бар. Ойбай, Ерке, не болды саған? Той болды. Бір жерің ауырып қалды ма? Жаңа қуыршақ алғым келеді. Ой, жылама Ерке, сенде ойыншық көп қой. Ой, тыныш, жылама, қой болды. Барыс неге ұзап кетті? Жылама Ерке, саған әлі көп қуыршақтар алып береді. Жарайды апай, қуыршақ ойнамайтыным есіме түсті. Қандай ақылды қыз. Барыс, әлі балмұздақ жеп жатсың ба? Сен не істедің? Ауырып қалсаң ше? Қорықпа Ерке, мен қар барысымын. Балмұздақтан ауырмаймын. Саған ескертіп едім ғой, міне ауырып қалдым. Көркем апай, кешіріңіз. Барысқа мен көмектестім. Шыныңды айтқаның үшін сені кешіреміз. Енді қайталанбауы керек. Келістік пе? Барыс, балмұздақ жейсің ба? Жоқ, рахмет.